Жалғастырайық, Елордадағы Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайында коронавирустың жолын кесу шаралары жүріп жатыр. Жедел штаб құрылды. Қазір әріптесім Мерей Мұратханқызы сол жерден тікелей байланысқа шығуға дайын. Мерей, әуежайдағы ахуалды баяндап берсеңіз. Рахмет, Жамбал, дұрыс айтасыз. Қазір әуежайда халықаралық рейстер қабылданып жатыр. Мамандар сағат 4-ке қарай Қытайдан шыққан транзиттік ұшақты қарсы алатын болады. Жалпы әуежайда жолаушылар 2 деңгейлі бақылаудан өтеді. Борттағыларды сыртқа бірден шығармайды, оларды кеден және де шекара, сондай-ақ санитарлық қызмет мамандары бақылайтын болады. Одан кейін ол жердегі науқастардың бар жоғы, жалпы жолаушылардың қызуы бар ма жоқ па, оны арнайы тепловизордың көмегімен анықтайтын болады. Ол сондай-ақ арнайы декларация мен сауалнама толтырылады. Жалпы тепловизордың артықшылығын айтып кетейін, ол жалпы көп көлемдегі адамдар шоғырының арасынан нақты кімде температура бар, яғни кімнің қызуы көтеріліп тұрғанын бірден байқайды екен, ал анықталған науқас медицина қызметкерлеріне тапсырылатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, әуежай қызметкерлері тіпті мен де міне арнайы маска тағып алдық, сондай-ақ киімдерде ұсынылған екен. Осы әуежайда қазір күшейтілген режимде жұмыстар атқарылып жатыр. Ол туралы кеңірек мен жанында тұрған маман жақындасаңыз айтып береді. Жалпы күшейтілген режим деп жатырмыз ғой. Бұл қалай жүргізіліп жатыр, артықшылығы неде, айтып өтсеңіз. Осы Қытай Халық Республикасындағы эпиджағдайдың күрделенуіне байланысты қазіргі таңда республикалық санитарлық бас дәрігердің қаулысы бойынша қазір біздер әуе көлігіне жаңағы санитарлық карантиндік пункт мамандары және әуежайдағы медициналық пункті мамандарымен қоса көтерілеміз тепловизор арқылы. Әуе бортында әр жолаушының температурасын тепловизор арқылы тексеріледі. Егер де температурасы жоғары болатын болса, оған жаңағы медициналық пункттың мамандары тағы да термометр арқылы тағы да тексеріп, олардың эпиданамнездері алынады. Егер де жаңағы вирустық ауруға күдікті және ол адамдар контактта, инфекциялық аурумен контактта болған болатын болса, қалалық жедел жәрдем мамандары шақырылып, инфекционисттар ол адамдарды жаңағы инфекциялық больницаларға апарады. Нақтылай кетсеңіз, осы күнге дейін жалпы қанша науқастар жалпы анықталды ма? Ол адамдармен қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қазіргі таңда Қытай Халық Республикасынан 15 адам жоғары температурасымен анықталды. Оның 13-і біздің осы әуежайдан жаңағы инфекциялық ауруханаға жөнелтілді. Біреуі осы медициналық пункті мамандары аллергиялық реакция деп қойды. Ол 2018 жылғы кішкентай бала. Және де бір жолаушы Өзбекстан азаматшасына катаральный ангина деген диагноз қойылып, ол кісі транзиттік Өзбекстанға ұшып кетті. Қалған жаңағы өзіміздің келген азаматтар Қазақстан Республикасы және де ол жерде басқа елдің азаматтары да бар, Грузия азаматтары бар. Олардың бәрі қазіргі таңда инфекциялық больницада емделіп жатыр. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, рахмет. Ал мен естеріңізге сала кетейін, ақпанның 3-нен бастап Қытаймен арадағы әуе қатынастары уақытша тоқтатылады. Әуежайда қазір жедел штаб құрылған. Сондай-ақ жолаушыларға осы коронавирус дертінің белгілері бар және де оның алдын алу шаралары көрсетілген арнайы бейнероликтер мен аудио хабарламалар жүргізіліп отыр. Жамбыл, мендегі ақпараттар легі осындай, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мерей.